ұлттық құрылтайдың мүшесі, физика-математика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі Асқар Жұмаділдаев жаңа Қазақстан мен ұлттық құрылтай туралы пікірін айтты. Мен үшін жаңа Қазақстан деген ұғым үш нәрседен тұрады. Бірінші, сөз бен істің жақындығы. Екінші, әділеттілік. Үшінші, жалқы ұмтылыс. Осы үшеуі орындалса, төбедегі келеді. Орындалмаса, мылжың ел болып қаламыз деді. Міне осы үшеуін алып қарағанда, президент Тоқаевтың ісі дұрыс бағытта келе жатыр. Шынымды айтсам, бұл кісіге ішкі симпатиям бар, сондықтан да бұл ұсынысты қабылдадым. Әрине, мұндай әңгімелер бұрында болған, ұлттық кеңес деген болды. Жалпы мен айтатынымды айтып жүрдім. Президент пікірімді қабыл алды. Өзім көп емес ғылым, білім, қоғам, тіл жөнінде 3-4 көлемді мақала жаздым. Соны оқыған 2-3 адам бар, соның бірі Қасым-Жомарт Тоқаев. Мен оны анық көрдім, деді ол. Сондай-ақ ғалым президенттің адамды тыңдай білетінін және оған қорытынды жасай алатынын, қазір мемлекет басшысының бастамасымен ғылым-білімге ерекше көңіл аударылып жатқандығын айтты. Академик ғылым және білім министрлігінің екіге бөлінгендігіне де пікірін білдірді. Министрліктің бөлінгеніне келсем, жаңа министрлікте соншалықты алып бара жатқан жұмыс жоқ. Оның пайдасын қазір көріп тұрғам жоқ, бірақ жас жігіттің ісіне қарап көрейік, деді ол.